Roblox ойнап жүрсің бе? Ал ойлашы, егер сен ойнап отырған адам жай ғана ойыншы емес, шын мәнінде қауіпті біреу болса ше? Бүгін біз Robloxтағы ең атышулы ойыншылар туралы айтамыз. Олардың ішінде тіпті ақылға сыймайтын әрекет жасаған балалар да болған. Ал сендер орындарыңа жайғасып, сок чипсиларыңды дайындаңдар, өйткені біз қазір шытырман әрі қорқынышты оқиғаларды бастайтын боламыз. 33 жастағы Говард Грэм алғаш қарағанда қарапайым ғана Roblox ойнаушысы сияқты еді. Ол күліп сөйлесіп, басқа ойыншыларға мейірімді көрінетін, бірақ оның ішінде бір тылсым қараңғы құпия жасырғанын ешкім білген жоқ. 2022 жылдың ақпаны күні Roblox ойында 13 жасар кішкентай қызбен танысады. Алғашқы күндер бәрі қалыпты көрінеді, бірақ бірте-бірте ол қызға қорқынышты, түсініксіз хабарламалар жібере бастайды. Ондағы хатта «Маған кел, біз тек ойнаймыз» дейді. Бірақ шындық мүлде басқа еді. Баланы алдау оңай ғой, небәрі 2-ақ күннің ішінде қыз үйінен қашып шығып, түн ішінде Говардтың көлігіне отырып бірге кетеді. Ол көлікпен ұзақ жол жүріп келеді. Қара түн, ұзақ жол, жым-жырт дала, бәрібір қорқынышты фильмдегідей. Ақыры олар Говардтың үйіне жетті. Сыртынан жай ғана ескі үй сияқты, бірақ ішінде тып-тыныш қабырғалар құпияны сақтап тұрғандай еді. Көршілері оның қасында бейтаныс қызды көргенде, бұл кім деп сұрайды. Говард суық жүзбен, бұл менің өгей қызым деп өтірік айтады. Көршілер оның сөзіне сеніп қалады, бірақ бір кішкентай көршінің қызы қыздың сыбырлап айтқан шындығын естіп қояды. Қыз оған сыбырлап, мен оның өгей қыз емеспін дейді. Бұл сөзді естіген көрші қыздың денесі тітіркеніп қатты қорқып кетеді. Бірақ ең қорқыныштысы, олар полиция шақырғанда жоқ. Неге? Білмейміз. Мүмкін қорыққан шығар, мүмкін сенбей қалғанда шығар. Бірақ көп ұзамай кішкентай қыз шыдай алмай қашудың амалын ойлай бастайды. Ол анасымен байланысу үшін қайтадан Robloxтың өзіне кіреді. Сонда ол: «Анашым, мен үйге қайтқым келеді» деп, және ең бастысы өзінің нақты мекен-жайын жібереді. 2022 жылдың 24 ақпаны күні полиция қызды дүкеннің жанынан тауып алады. Қатты қорқып қалған, әйтеуір тірі екен. Ал 1 наурыз күні Говардты жұмыс орнында кәдімгі қарапайым кофеханадан ұстап алады және оны қамауға алады. Бірақ бір сұрақ жауапсыз қалды. Говард осындай әрекетті алғаш рет жасады ма, әлде бұған дейін де балаларға жазып жүрген бе? Ол шағы енді белгісіз. Ең бастысы, бұл жолы оның қылмысы дәлелденіп, ол жауапқа тартылды. Біздің келесі кейіпкеріміздің аты Тера Алексис Сайкс, бірақ мен оны жай ғана Тара деп атаймын. Ол бүгінгі сұмдық оқиғаның басты кейіпкері. Тараның 2 баласы болған, 10 жастағы қызы және кішкентай ұлы. Ұзақ уақыт бойы ол балаларын қорлап, азаптап келген. Тараның балдары өзімен бірге тұрмаған. Оның балалары қамқоршысымен бірге тұрған. Бір күні Тара 10 жастағы қызымен байланысқа шығады. Бірақ ең бір түрлісі телефонмен емес, Roblox ойын арқылы сөйлесе бастайды. 10 күн бойы Тара қызына өте үрейлі хабарламалар жазады. Ол қызына егжей-тегжей нұсқаулық жібереді. Қалай кішкентай сәбиді өлтіруге болатынын, әртүрлі жылдам тәсілдерді сипаттап отырды. Бірақ мұнымен тоқтап қалған жоқ. Тара қызын өз қолымен сәбиді өлтіруге мәжбүрлей бастады. Барлығын ол дәл осы Roblox ойыны арқылы басқарып отырған. Әуелде қыз бұған көнбеді, бірақ туған анасы оны манипуляция жасап, қорқытып, үркітіп, ақыры сол сұмдық қадамға итермелейді. Айта кету керек, Тара бұрыннан-ақ өте қатыгез ана болған. Ол үнемі балаларына айғайлап, қорқынышты істер жасайтын. Сондықтан қызы оны ренжітпеу үшін не айтса да орындауға тырысатын. Себебі қыз анасы ашуланса, тіпті оны өлтіріп тастау мүмкін деп ойлайтын. Бірде ол анасының бұйрығымен кішкентай сәбиді қолынан әдейі түсіріп алады. Балақай қатты жарақат алады, абырой болғанда өгей әкесі дер кезінде жетіп, сәбиді құтқарып қалады. Бірақ бұл жерде оқиға бітпеді. Анасы қызына қорқынышты хабарламалар жазып, үйді өртеп жібер деп түрлі жоспар ойлап тапқан. Ол тіпті қалай тез тұтатуға болатынын да жазған. Қыз шынында да анасының тапсырмасын орындауға тырысқан. Ол төсек жаймасын аэрозольмен бүркіп, қасына от тұтатқыш қойған. Бірақ ол бұл ойыннан соңғы сәтте бас тартқан.
Кейіннен үлкен қызы оның телефонынан сол қорқынышты хаттардың скриншоттарын тауып алып, бірден полиция шақырады. Анасы ұсталды. Ал полицейлер болса болған жайды естігенде шошып кеткен. Шериф осы істі тексеріп жатқан кезде: мен құқық қорғау органдарында 40 жылдан астам уақыт істесем де, бірақ мынандай сұмдықты бірінші рет көруім дейді. Әрине, анасы өзін туған қызына осылай жамандық жасаудың өзі деген бір түрлі емес пе? Бұл шынымен де өте қорқынышты оқиға еді. Абырой болғанда ешкім қаза тапқан жоқ. Бірақ соған қарамастан Тараның ісі сотқа жетті. Алғашқыда оған ешқандай кепілдік берілмеді. Кейіннен ғана сот кепілдік сомасын белгіледі. Ол $3,5 миллион болды. Бірақ бәрібір Тара ұзақ жылдарға түрмеге қамалуы мүмкін. Шындығында ол бұған толықтай лайық еді. Ең үрейлісі сұрақ: неге ол бұндайды жасады? Неге өз балалар мен олардың қамқоршыларын жойғысы келді? Мүмкін ол балаларды қайтарып алғысы келген шығар, бірақ мүмкін еместігін түсінген соң ең қорқынышты қадамдарға баруды ойлаған. Бұл оқиға көрсеткен бір нәрсе бар: уақыт өзгереді, ал адамдардың жаман ниеті өзгермейді. Қазір олар тіпті жаңа технологияларды пайдаланып, әлсіз адамдарды, әсіресе балаларды қорқытып басқаруға тырысады. Roblox әлемдегі ең танымал ойындардың бірі. Ай сайын 100 миллионнан астам адам ойнайды. Бұл сан таңғалдырады, бірақ сонымен бірге үрей тудырады. Өйткені олардың ішінде кәдімгі ойыншылар ғана емес, психологиялық тұрғыдан қауіпті адамдар, бұзақылар, тіпті әдейі балаларға зиян тигізгісі келетіндер де бар. Олар сенің дос болып жүрген адамың болып шығуы мүмкін, немесе тіпті жасырын түрде балаларды аңдып жүрген қаскөйлер де болуы ғажап емес. Сондықтан абай болыңдар. Robloxта ғана емес, жалпы интернетте кіммен сөйлесіп жүргендеріңді мұқият қадағалаңдар. Ал бізде бүгінге осы тыңдағандарыңа рахмет. Лайк басып арнаға жазылып қоюды ұмытпаңдар.